Төртінші кезең әлемге ашық дағуат. Хижраның 6-шы жылында Худайбия келісімі жасалды. Мұсылмандардың күші артып, мемлекеті қалыптасқанымен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бейбіт келісімге басымдық берді. Көптеген сахабалар мұны алғашында ауыр қабылдады. Алайда Алла тағала расында біз саған анық жеңіс сыйладық деп, бұл келісімді ұлы жеңіс деп атады. Осы кезеңнен бастап исламның үндеуі бүкіл әлемге бағытталды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түрлі елдердің басшыларына хат жолдап, оларды даналықпен исламға шақырды. Алла тағала бүкіл адамзатқа қуандырушы әрі ескертуші етіп ғана жібердік дейді. Және Раббыңның жолына даналықпен әрі көркем насихатпен шақыр деп бұйырды. Нәтижесінде адамдар исламды бейбіт жағдайда танып, бұл кезең ислам тарихындағы ең жемісті кезеңдердің бірі болды.